Қазақ ру тайпалар тарихы. Қаңлылар қазақ құрамындағы тарихы ең көне тайпа саналады. Олар туралы деректер осыдан 2000 жыл бұрын Қытай деректерінде аталады. Онда Каңжүй, яғни көнеше оқылуы Каңғар деп аталады. Олар саны 600 мыңнан, әскер саны 120 мыңнан асатын ел ретінде қаралады. Кейінгі Жужан қағанаты кезінде осы қағанаттың ең басты қарсыласы да осы гаутшылар, яғни қаңғарлар деп аталады. Қаңғарлар шығу тек аңызы бойынша Ғұн-Тәңірқұтының екі сұлу қызының бірінің бөрімен жанасуынан тараған деп аталады. Бұл тек мифтік аңыз. Кейінгі кезде Көктүрік қағанаты құлағаннан кейін олардың орнына көптеген мемлекеттер құрылды. Сол мемлекеттердің бірі осы қаңғарлар еді. Оны кейбір Орхон Енесей тастарында кеңгерестер деп атайды. Қаңғар тайпалары кейін Қыпшақтар мен Оғыздардың да құрамында болды. Кейінгі кезде Қыпшақ қағанатынан кейін күшейген Хорезм мемлекетінің құрамына қосылды. Хорезм мемлекетінде қаңлылар ең басты әскери күштерге айналды. Шыңғысханның жорық жасауындағы басты себеп те осы қаңлы әскербасы Қайырханның отырарда Шыңғысханның керуені тонауынан басталды. Шыңғысхан әскерлері жошы бастап меркіттерді қуған кезде меркіттердің орталық Қазақстанда осы қаңлы жеріне қашып кеткендігі айтылады. Демек, орталық Қазақстан қаңлы жер деп аталған. Моңғолдың Қыпшақ шежіресінде Қазақстанның теріскейінде де қаңлылар, қыпшақтар, башқұрттар өмір сүргендігі айтылады. Жошының сыр бойындағы қалаларды алу соғыстарында да осы қалалардағы әскерлердің қаңлылардан екендігі айтылады. Сондай-ақ Бұқара қаласын қоршағанда да Бұқараны қорғаған әскерлердің ішінде қаңлылардың қатты қарсылық көрсетіп артынан қырғынға ұшырағандығы келтіріледі. Хорезмшах Мұхаммедтің Самарқанды қорғаған 110 мың әскерінің ішінде 60 мыңы осы қаңлылардан, яғни түркілерден еді делінеді, ал қалғаны тәжіктер екен. Қаңлылар ол кезде мұсылман болмаған ұқсайды, өйткені Карпинийдің дерегі бойынша Қыпшақ жерінен, яғни Жайықтан өткеннен кейін олар қаңлы жеріне аяқ басып, онан барып мұсылмандар еліне келеді. Шайбани-нама дерегінде де қаңлылар Дешті Қыпшақтағы белді тайпаның бірі ретінде аталады. Сондай-ақ Алтын Ордадағы 92 баулы тайпаның бірі де осы қаңлылар болатын. Олар көптеген ұлттардың құрамына кірді. Сондай-ақ Шағатай хандығында да қаңлылар болды. Ол қаңлылар Шағатай хандығындағы да белді тайпалардың бірі ретінде аталады. Қазақтың құрамындағы қаңлылар осы Шағатай хандығынан келген деуге болады. Олар Ташкент уезінде мекендеген. 1917 жылғы саны 100 мыңнан асады. Қазақ ру тайпалар тарихы. Қаңлылар